Дауыл! Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Дауыл. Сегодняшняя тема «Мой друг». Прежде чем начать аудирование, давайте сначала просто посмотрим мультфильм без субтитров. Затем я объясню слова и правила, связанные с этой темой. Онда бастайық. Бұл кім? Бұл менің досым Миша. Ал бұл кім? Бұл менің досым Адам. Ал мынау ше? Бұл да менің досым. Аты Мәриям. Мынау да сенің досың ба? Иә, оның аты Мей-Мей. Жасынның досы көп, менің досым жоқ. Дос қандай болуы керек? Саған 100% ұқсайтын. Сен қазақсың ба? Жоқ, мен қазақ емеспін. Мен орыспын. Ал сен қазақсың ба? Жоқ, мен қазақ емеспін. Мен американдықпын. Сенің жасың 5-те ме? Жоқ, мен 9 жастамын. Сенің жасың 5-те ме? Иә, менің жасым 5-те. Сен қазақсың ба? Иә, мен қазақпын. Сенің түсің жасыл ма? Иә. Сен айдаһарсың ба? Жоқ, мен айдаһар емеспін. Мен адаммын. Не болды, жасыл? Менің досым жоқ. Сен менің досымсың. Рас па? Иә, рахмет. Қалақай. Бұл кім? Бұл менің досым Миша. Бұл переводится как «это». Вместо этого слова можно использовать «мнау» или «анау». «Мнау» используется, когда указываем на предмет, находящийся близко к говорящему. «Анау», наоборот, используется, когда указываем на предмет, находящийся далеко от говорящего. «Бұл» может использоваться в обоих случаях. Ал бұл кім? Бұл менің досым Адам. Кім переводится как «кто». Кімдер тоже «кто», но во множественном числе. То есть «кто», кімдер, многие, несколько человек. А как переводится? Что это? Что это переводится как «бұл не». И ответ на «бұл не» выглядит примерно вот так. Бұл топ, бұл кітап. Ал мынау ше? Бұл да менің досым. Аты Мәриям. В прошлом уроке мы изучали, как задавать вопросы с помощью вопросительных частиц маме, папе, папе. А вот использование частиц «ще» действительно интересно. Эта конструкция используется для уточняющих вопросов или для того, чтобы подтвердить информацию. Например, «Мынау ше», «сен ше», «ол ше». Мынау да сенің досың ба? Иә, оның аты Мей-Мей. Жасынның досы көп, менің досым жоқ. Дос қандай болуы керек? В казахском языке есть следующие основные вопросительные местоимения для построения вопросов. Кім, кто, не, что, қандай, какой, қалай, как, неше, сколько. Вопрос о числе или количестве. Қанша, сколько. Вопрос о количестве или времени. Қашан, когда. Қайда, где. Қайсы, который из нескольких. Саған 100% ұқсайтын. Сен қазақсың ба? Жоқ, мен қазақ емеспін. Мен орыспын. Ал сен
Қазақсың ба? Жоқ, мен қазақ емеспін. Мен американдықпын. Чтобы отрицать определенную информацию, используйте слово «емес» после существительных, прилагательных и числительных, а также местоимения. После «емес» добавляются личные окончания. Например, я не казах, мен қазақ емеспін. Ты не ученик, сен оқушы емессің. Вы не бабушка, сіз әже емессіз. Она не әсем, ол әсем емес. Сенің жасың 5-те ме? Жоқ, мен 9 жастамын. Сенің жасың 5-те ме? Я, менің жасым 5-те. Сен қазақсың ба? Я, мен қазақпын. Сенің түсің жасыл ма? Я, Сен айдаһарсың ба? жоқ, мен айдаһар емеспін. Мен адаммын. Не болды, жасыл? Менің досым жоқ. Сен менің досымсың. Рас па? Я, Рахмет! Халақай. Чтобы лучше понять правила, пересмотри видео снова.